Америка мен Иран соғысы кім жеңеді? Бұл сұрақ бүгінгі күні бүкіл әлемді толғандырып отыр. 2026 жылдың ақпанында басталған қақтығыс бұл тек әуе соққылары мен зымырандардың жарылысы емес, стратегиялардың, шыдамдылықтың және геосаясаттың қатал ойыны. Кімнің қолында нағыз жеңіс? Кел, бірдеймен оқып шығайық, интрига әр жолда күтіп тұр. Бірінші соққы – аспаннан түскен найзағай. 28 ақпанда, түн ортасында, Америка мен Израильдің бірлескен күштері Epic Fury операциясын іске қосты. Бірнеше сағат ішінде 900-ге жуық дәл соққы. Иранның әуе қорғанысы жойылды, зымыран базалары өртенді, флоттың 90% суға кетті. Ең сорақысы, жоғарғы көшбасшы Али Хаменеи өлтірілді. Бір күнде Иранның басшылығының басым бөлігі жойылды. Әлем тыныс алмады. Бәрі бітті ме? Бірақ жоқ. Иран жауап қайтарды. Мыңдаған дрон мен зымыран Израильге, Америка базаларына, Персид шығанағындағы елдерге ұшты. Ормуз бұғазы жабылды. Әлемдік мұнайдың 20% тоқтады. Бағалар аспандап, Азияда жанармай тапшылығы басталды. Иранның асимметриялық соғысы жұмыс істеді. Арзан дрондар қымбат Patriot және THAAD жүйелерін сарқып жатты. Сандар вс шыдам. Қағаз бетінде Американың басымдығы анық. Әскери бюджеті Ираннан 50 есе артық. 11 авианосец, 13 мың ұшақ, әлемдік флот. Иранның әскері 580 мың адам, ескі ұшақтар, бірақ мыңдаған баллистикалық зымыран және жылдам катерлер. Америка әуеде үстемдік құрды, Иранның зымыран қорын 90%-ға дейін қысқартты, флотын суға баттырды. Бірақ соғыс бұл тек сандар емес. Иранның стратегиясы басқа, уақыт және ауыртпалық. Олар жеңу үшін емес, шыдау үшін соғысып жатыр. География оларға көмектеседі, таулар, үлкен территория, прокси күштер, Хезболла хуситтер. Американың мақсаты айқын емес. Ядролық бағдарламаны тоқтату ма, режимді ауыстыру ма, әлде тек зымырандарды жою ма? Трамп біз жеңдік дейді, бірақ Ормуз әлі жабық, экономика зардап шегуде. Иран режимі төтеп берді. Көшбасшы өлсе де, ел ыдыраған жоқ. Керісінше ішкі бірлік күшейді. Америка жерге әскер түсірмеді, бұл Ирак пен Ауғанстанның қателігін қайталағысы келмейді. Нәтижесінде тактикалық жеңіс, бірақ стратегиялық тұман. Интрига. Жеңіс деген не? Америка үшін жеңіс Иранның зымыран мен флотын толық жою, ядролық қаруды тоқтату, Ормузды ашу және режимнің әлсіреуі. Бірақ бұл үшін айлар, тіпті жылдар керек. Экономикалық шығын, мұнай бағасы одақтастарға зиян және ішкі саяси қысым өсіп келеді. Иран үшін жеңіс тек аман қалу. Уақытты созу, Американы шаршату, прокси арқылы аймақтық хаос тудыру. Егер режим сақталса және ядролық бағдарлама жалғаса алса, олар жеңді деп есептейді. География, шыдамдылық және ауырсынуға төзімділік олардың қаруы. Қазір тоқтау туралы келіссөздер жүріп жатыр. 2 апталық ceasefire бар, бірақ ол нәзік. Трамп біз қайтадан соға аламыз дейді, Иран біз шыдаймыз деп жауап береді. Кейбір сарапшылар Иранның әлсірегенін, басқалары оның әлі де карталары барын, Ормуз зымыран қалдықтары айтады. Қорытынды, нақты жеңісші жоқ па? Соғыс әлі біткен жоқ. Америка мен Израиль әскери тұрғыдан басымдықта, олар Иранның конвенционалдық күшін қатты зақымдады. Бірақ нағыз жеңіс саяси және экономикалық. Егер Иран режимі аман қалып, ядролық амбициясын сақтаса, ол пир жеңісін Америкаға береді. Егер Америка тез арада мақсаттарына жетіп, шығынды азайтса, ол жеңеді. Бірақ тарих көрсеткендей, мұндай соғыстарда ешкім толық жеңбейді. Жеңілген бейбіт тұрғындар, экономика және тұрақтылық. Ормуз ашылса, зымырандар тоқтаса, бәрі жеңеді. Әйтпесе, интрига жалғасады. Бұл соғыс күш пен шыдамның, технология мен стратегияның текетіресі. Кім жеңеді? Әзірге уақыт шешеді. Ал сен не ойлайсың? Американың технологиясы жеңе ме? Әлде Иранның шыдамдылығы ма? Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.